Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, мен де өз сөзімді сізге деген алғыстан бастағым келіп отыр. Тағы бір мәселе осы сіздің мақалаңыздан туып отыр. Анау прагматизм деген мақаланың ішінде жоқ, эволюциялық жолмен дамуымыз керек деген пункттің ішінде революциялық дамудың қаншалықты апатқа әкелгенін айттыңыз, ашық айттыңыз. Демографиялық апат, тілдік апат, мәдени апатты бастан кешкен халықпыз біз. Соның ішіндегі демографиялық апат туралы бұл да қатты жұртты толқытып отырған жағдай. Демографиялық апатқа ұрынғанымыз рас, халықтың жартысынан айырылдық 21 бен 32-нің ашылығында. Оны жасыратын, енді ол ақиқат жасыратын, оны да ашық айтылғаны дұрыс болды бұл жерде. Енді соның орнын қалай толтырамыз? Егерде біздің мына ұлы даламызда халықтың саны өспесе, бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге ылғи да төнген бір демосбеннің қанжары сияқты болады отырады. Салбырап тұрған төбеміздің халықтың аздығы. Бұл демографиялық даму, яғни қалыпқа келу, қазақтың қалыпқа келу, барлық мәселені өзінен өзі шешетін нәрсе. Тілдік проблема, діндік проблема, дәстүр, бәрі өзінен өзі шешіледі. Халықтың саны кәдімгідей өзінің қалпына келсе деп ойлаймыз. Өкінішке орай, Россия, Қытай, Өзбекстандағы қазақтар бір жерде орыстанса, бір жерде қытайланып, мектептің арқасында. Оларды жаңағы біз айтқан программамен оқып жатыр. Негізгі мемлекеттік тілінде оқып жатыр. Өзбекстанда өзбек тілінде жатыр. Енді бір 15 жылдан кейін олар сол өзге ұлттың өкілі болып кете ме деп қорқамыз. Біз айтып отырған ана сананы ана елдің саясаты өзгертпей қоймайды. Оның қазақтығы азаяды. Оларды келуге деген құлық болмайды, шын айтқанда. Мінекей осы нәрсе қатты алаңдатады бәрімізді.